Мәшһүр Жүсіп көшесі 58-1 үйінің 3-ші кіреберісіне және Мәшһүр Жүсіп көшесі 64-Б үйінің 2-ші кіреберісіне міне осындай суды жаңа лифтілер қойылып отыр. Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімінің үйге қызмет көрсетуші мекеменің лифтілерді ұстап тұруға қызмет көрсететін кәсіпорын өкілдерінен және тұрғындардан құралған арнайы комиссия лифтіні қолданысқа қабылдап алуда. Бұл болса тұрғындардың қалауымен және Нұрлы жер мемлекеттік бағдарлама есебінен жүзеге асып отыр. В настоящий момент собственники квартир. Бұл үйлердегі пәтер иелері Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасына қатысып лифтілерін ауыстыруда. Өйткені бұрынғы лифтілердің қолданыс мерзімі өтіп кеткен еді. Қазір міне мердігер кәсіпорын жұмыстарды аяқтады. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша көп қабатты тұрғын үй тұрғындары өздері бас қосып қандай бір жөндеу жұмыстарын жүргізіп лифтілерін жаңарта алады. Тек мемлекет бөлген ақшаны белгілі бір мерзім ішінде қайтару қажет. Вот сегодня, вернее, установили новый лифт. Бүгін көптен күткен лифті қолданысқа беріліп отыр. Оны 2 жыл күттік. Тұрғындармен келіскенше осындай уақыт кетті. Өйткені кейбірі бағасы қымбат деп біраз уақыт келіспей жүрді. Дегенмен жүргізілген әңгімелесулердің арқасында тұрғындардың 90% келісімдерін берді. Сөйтіп жаңа лифт орнатылды. Енді ұзақ жылдар бойы жұмыс істейді деп үміттенеміз. Алдындағы лифт жиі сынып тоқтай беретін. Мен өзім 3 бөлмелі пәтерге 2890 теңге айына төлейтін боламын. Жалпы сома 15 жылға бөлінген. Мердігерлердің айтуынша осындай бір лифті шамамен 11 миллион теңге тұрады. Және олар Беларусь мемлекетінен жеткізіліп отыр. Лифтілер Беларусияның Могилев лифт маш зауытында шығарылған. Өте жақсы лифтілер. Көптеген көп қабатты үйлерде осы зауыттың лифтілері тұр. Олар 30-35 жыл бойы жұмыс істеп келеді. Сондықтан сапалы лифті деуге болады. Қойылған жаңа лифтілердің қолданыс мерзімі 25 жылға есептелінген. Сонымен бірге зауыттың кепілдік мерзімі 18 ай. Осы уақыт аралығында бір олқылықтар шығып жатса, мердігер кәсіпорын оны тегін қалпына келтіруі тиіс. Ал Мәшһүр Жүсіп көшесі 64-Б үйінің өзі қолданысқа 1985 жылы берілсе, лифтіде содан бері жұмыс істеп келген. Конечно, хочется. Жайлы болғанын қалаймыз. Лифтімен жүрген жақсы ғой, өйткені қарт адамдарымыз бар. Оның үстіне кішкентай сәбилер бар. Оларды да далаға серуенге шығару керек. Мен өзім 2 бөлмелі пәтерде тұрамын. Маған ай сайын 2300 теңге төлеу керек. Және сол бағаға келісеміз. Жаңа лифтімен көтерілгенді қалаймын. Поняли, да, уже. Лифтінің қолданыс мерзімі өтіп кеткенін түсіндік. Осыған орай 2019 жылдың желтоқсанында лифтіні жаңарту жөнінде жиналыс өткіздік. Сондықтан 15 жылға бөліп төлейміз деп келістік. Дегенмен 2 жылдық пандемия кедергі келтірді ол жоспарымызға. Бірақ тоқтап қалмай сол жұмысты аяқтадық. Биыл қайта тұрғындардың қолын жинап келісімін алдық. Бұрынғы лифтілердің жүк көтергіштігі 320 келі болса, қазіргілері 400 келі және секундына 1 метр жылдамдықпен қозғалады. Қатты шулы дыбыс та жоқ. Ендігі міндет оны күтіп ұстау.